Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бар жоғы 5 минутта жасалынатын ММДен қосылған печеньенің рецептісін сіздерге ұсынатын боламын достар. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Жаңа жыл мерекесі келе жатқандықтан бұл печеньелерді мен елкалы формада кесіп алып пісіріп шықтым достар. Енді біз барлық құрғақ ингредиенттерді қосып елекке салып араластырып дайындап қоямыз достар. Біраздан соң біз қолданатын боламыз. Енді біз жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Бізде ерітілген сары майымызды ыдысқа салып, қантымызды салып, кішкене қант ерігенше араластырамыз. Содан кейін жұмыртқаны да салып, оны да кішкене бір масса пайда болғанша араластырамыз. Соңында сметананы салып, араластырып, дайын болған құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп, осылай қылып қамыр илейміз достар. Қамырды кішкене жұмсақтау қылып илейміз. Мен илеп шықтым достар. Бір 15 минутқа тұндырып қоясыздар. Содан кейін оқтаумен жайып шығып, осындай формада мен кесіп алдым барлығын толықтай достар. Толықтай кесіп шықтым достар. Мен енді осындай ММДен конфеттерін беттеріне сеуіп шықтым. Барлығын сеуіп болғаннан кейін осы конфеттерді кішкене басып шығамыз қолымызбен. Кішкене кіріп піскен кезде шықпас үшін басып аламыз достар. Мінекей дайын болды. Пісіп шықты толықтай. Сіздермен болған Сабира. Қош сау